Қайырлы күн достар, баршаларыңызға. Бүгін сіздерге Алматы қаласы бойынша балабақшаға кезекке қоюды және кезекте қаншасыншы орында тұрғанын, соның барлығын көрсететін боламын. Осылай Google-ға кіріп аласыздар және балабақша білім алматы KZ деген сайтқа кіресіздер. Сол кезде осылай басты бет шығады, войти в личный кабинет дейсіздер. Бұған ECP ключтарыңызбен кіретін боласыздар. Осылай ECP ключтарыңызды таңдап аласыздар. Осылай ECP ключті таңдап алған соң данныйларыңыз шығады. Әрі қарай осылай балабақшаға білім алматы KZ-тің басты беті шығады. Осы жерде поиск номера очередь деген бар және поставь очередьке қою деген бар. Міне осылай басты бет шығады. Одан кейін міне подтверждаю, что я ознакомлен деген жерге галочка қоясыздар. Одан кейін подать заявку деп жібересіздер. Осылай шығады бірінші шаг және екінші шаг. Сізде бірінші шагта өзіңіздің данныйларыңыз шығып тұрады. Бұл жерде біз толтырамыз, email пошталарыңызды жазасыздар және мобильный телефон номерлеріңізді жазасыздар. Осылай телефон номерлеріңізді жазып болған соң вперед дегенді басасыздар. Келесі шаққа өтеміз, екінші шаққа. Бұл жерде біздің очередьке қойып жатқан иінімізді, баламыздың иінін жазамыз. Баланың иінін жазып болғаннан кейін автоматты түрде фамилия, имя, отчество ребенка деген жерге баланың аты жөні және дата рождения ребенка деген жерге сол жерге автоматты түрде иінді жазып болған соң шығады. Егер де льготник болсаңыз, льготник деген батырманы басасыздар. Одан кейін сол жерде шыққан данныйларды толтырасыздар. Одан кейін отправка жасай берсеңіздер болады. Бізде льготник жоқ, сол үшін міне согласие дегенді басасыздар. Галочка қоясыздар осы жерге. Одан кейін отправить дейсіздер. ECP ключпен қол қойып жібересіздер. Одан кейін осылай уведомление алып аласыздар. Міне осылай шығады очередьке қойғаннан кейін. Видео сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Мен каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қолдап кетіңіздер. Алда сіздермен көптеген пайдалы видеолар бөлісетін боламын.